Ән-Ниса сүресі 75-83 аяттар. Уа Раббымыз, тұрғындары қатыгез болған мына шаһардан бізді құтқарып, шығарып алып кете көр. Өз құзырыңнан бір қорғаушы жіберіп, өз құзырыңнан бір жәрдемші бере көр, деп жәрдем сұраған дәрменсіз ер азаматтарды, әлсіз әйелдер мен балаларды құтқару үшін Алла жолында неге соғыспасқа? Иман келтірген жандар Алла жолындағы күресте, ал имансыз пенделер жауыздық жолындағы майданда. Ендеше шайтанның достарымен шайқасыңдар. Шайтани амалдардың әлсіз екені күмәнсіз. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Бір мезгіл тыным табыңдар. Зекеттеріңді беріп, намаздарыңды оқыңдар деген нұсқау алған пенделердің бір тобын көрмеп пе едің? Соғысу парыз етілгенде, олардың біразы жаудан, Алладан қорыққаннан да арман үрейлері ұшты. Уа жаратқан Тәңіріміз, соғысты неге парыз етіп жүктедің? Өзі қысқа өмірде мұны үкіміңді кейінге қалдыра тұрмадың ба? Деп налыды. Оларға бұл қысқа ғана өмірдің иілігі баянсыз, ал тақуа жандар үшін ақырет күні керемет әдемі. Ол күні сендерге қылдайды қиянат жасалмайды, деп айт. Қайда қашсаңдар да сендерге ажал жетеді. Тіпті биік бір мықты қорғанға бекінсеңдер де, әлде бір жақсылыққа қарық болса, олар бұл Алладан дейді. Бастарына бір қиыншылық түссе, бұл бәле сенен келді дейді. Барлығы Алладан деп айтқын оларға. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ешқандай да сөз ұқпайтын бұл қауымға не болған өзі? Сені жарылқайтын жақсылықтар бір Алладан, ал Алладан жеткен жамандықтар өз күнәларының кесірінен. Біз сені адамдарға елші етіп жібердік. Бұған Алланың куәлігі де жеткілікті. Кім елшінің нұсқаған жолымен жүрсе, Аллаға бойынсынғаны. Біз сені, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, тура жолдан теріс айналып, бетімен кеткендерге бақылаушы етіп жіберген жоқпыз. Әміріңе құлдық, дейді олар. Ал бұлай шыға бере, түн жамылып, сен айтқаннан мүлде басқа нәрселерді ойластырады. Алла олардың түнгі әрекеттерін күнә ретінде мойындарына жазып қояды. Ондайлардан теріс айналда Тәңірге тәуекел ет. Қамқорлыққа бір Алла жеткілікті. Неге олар Құрандағы ғибраттарға ой жүгіртпейді? Егерде ол Алладан келген кітап болмағанда, оның ішінен көптеген қарама қайшылықтар да табар еді ғой. Құлақтарына ел тыныштығы жайлы немесе келе жатқан қауіп-қатер жөнінде бір хабар тисе болды. Олар дереу жұртқа жайып жібереді. Ал соны пайғамбарға немесе билік иелеріне айтса ғой, оқиғаның анық-қанығына халайық қанық болар еді. Өздеріңе деген Алланың мейірімі мен кеңшілігі болмағанда, көпшілігің ақ сайтанның соңынан еріп кетер едіңдер.